Саламатсыздар ма оқушылар? Менің аты жөнім Алимова Венера Маратқызы. Биология пәнінің мұғалімімін. Бүгінгі биология сабағын бірге үйренейік. Сабақтың тақырыбы тістің құрылысы мен қызметі, сүт тістерінің тұрақты тістерге ауысуы, тіс гигиенасы. Бүгінгі сабақта меңгеретініміз тістің құрылысы, типтері мен қызметтері арасындағы байланысты ажыратасыздар. Тісті күту ережелерін білетін боласыздар. Тістің түрлеріне тоқталайық. Тіс сүйектен пайда болған ауыз қуысында орналасқан, қоректі ұстап шайнайтын және дыбыстың пайда болуына әсер ететін мүше. Оқушылар, тістің түрлерімен танысайық. Тістің пішініне қарай күрек тіс, ит тіс, кіші азу тіс және үлкен азу тіс болып ажыратылады. Барлық тістің саны 32, әрбір жақ сүйекте 16 тістен орналасқан. Келесі әрбір тіс түрлеріне тоқталайық. Күрек тіс саны 8, пішіні үшкір. Күрек тістің қызметі тамақты кесу, үзу үшін пайдаланылады. Келесі сойдақ тістің саны 4, пішіні үшкір, тамақты жұлу үшін пайдаланады. Келесі кіші азу тістер саны 8, пішіні жалпақ, бұдыр, қызметі ұсату және кесу үшін пайдаланылады. Келесі үлкен азу тістер саны 12, пішіні жалпақ, бұдыр, қызметі үгіту үшін пайдаланылады. Тіс түбірлерінің құрылысына қарай бір түбірлі, екі түбірлі, үш түбірлі тістер болып ажыратылады. Бір түбірлі тістерге күрек тістер, ит тістер жатады. Екі түбірлі тістерге кіші азу тістер жатады. Үш түбірлі тістерге үлкен азу тістер жатады. Оқушылар, келесі тістің құрылысымен танысамыз. Тістің сыртқы көрініп тұрған бөлігі тіс сауыты, оның жіңішкерген жерін мойны деп атайды. Сүйегіне бекитін бөлігін тістің түбірі деп атайды. Тіс 3 қабаттан тұрады. Сыртқы қабаты кіреуке, ортаңғы қабаты дентин, ішкі қабаты пульпа деп аталады. Келесі көріп тұрғандарыңыздай қан тамырлар жүйке талшықтары. Қан тамырлардың қызметі тіс жасушаларын қоректік заттармен қамтамасыз етеді. Жүйке талшықтары тістің сезімталдығына жауап береді. Оқушылар, адамда 2 тіс жиынтығы бар: сүт тістер және тұрақты тістер. Жаңа туған нәрестеде тістері болмайды. Алғашқы тістері 6-9 айында шығады. Әрбір жақ сүйекте 10 тістен 20 тіс шығады. Бұл тістерді сүт тістер деп атайды және бала 3 жасқа толғанға дейін шығады. Сүт тістер 6-7 жасқа қарай түсе бастайды. Олардың орнына тұрақты тістер шығады. 12-14 жасқа қарай тұрақты тістер толық шығып бітеді. Ең соңғы азу тістер 18-20 жаста шығады. Оқушылар, ал енді тісті күту ережелеріне тоқталайық. Қазақстанның көрнекті ғалымы, тұңғыш кәсіби дәрігер Халел Досмұхаметов тіс гигиенасына үлкен мән берді. Тіс ауруларының алдын алу үшін тамақ ішіп болған соң тісті тазалау қажет деді. Олай болса, тіс күтімі тақырыбында бейне көрсетілімге назар аударайық. Біз тәтті тағамдар мен сусындарды ішіп жегенде тістегі бактериялар көбейе бастайды. Бактериялар қақ деп аталатын жабысқақ жабын түзеді. Оны мына сары түсті дақтардан көруге болады, алайда қақ көзге бірден байқала қоймайды. Егер оны үнемі тазартып отырмаса, тіс жегі мен қызыл иек аурулары пайда болады. Тіс қағындағы бактериялар тіс кіреукесін зақымдайтын қышқыл бөледі. Мұндай зақымдану ақыр соңында тістің ішкі қабатына өтеді. Ол жүйке талшықтарына жетіп, күшті ауру сезімін тудырады. Тіс қағы сонымен қатар қызыл иек ауруына себеп болады. Тісті тазалаған кезде қызыл иектің ісінуі, әрі қанауы аурудың белгілері болып табылады.
қызыл иек ауру асқынған кезде тістер босап, тіпті түсіп қалуы да мүмкін. Сондықтан тіс шегі мен қызыл иек ауруларын алдын алу үшін тісті күніне кем дегенде 2 рет тазалап, тәтті тағамдардан алшақтау жүру қажет. Кейбір сусындардың тістерімізге тигізер зияны өте көп. Қышқыл әрі тәтті болып келетін шырындар мен газдалған сусындардың әсері күшті. Егер де адамның тісін газдалған сусынға салып, 1-2 жұмаға қалдырса, оның түрі осындай болады. Бұл түсті сау түспен салыстырғанда эмальдің ыдырағаны анық көрінеді. Ғылыми тәжірибелер әртүрлі сусындардың тіске тигізер әсерін бағалауға көмектеседі. Біз адамдарға арнайы тіс сауытын киіп, сусынды ішуді ұсынамыз. Сауытты олардың тістеріне кигізіп, кішкене ашық жерлер қалдырамыз. Бұл бізге тістің арнайы сауытпен қорғалған бөлігі мен оның ашық қалдырылған жерін салыстыруға мүмкіндік береді. Еріктілер бір уақытта бірдей мөлшердегі сусынды ішеді. Содан соң эмальдің қаншалықты зақымдалғаны нақты бағаланады. Тек таза су мен сүт қана сіздің тістеріңізге зиян келтірмейді. Қалғаны болса зиян. Бірақ бұл сусындардың залалын барынша азайтудың жолдары бар. Зиянды сусындарды тек тамақтану кезінде ғана ішіңіз. Оларды сораптап отырмау керек. Бірақ ең дұрысы барлық зиянды сусындардан бас тарту. Ал енді оқушылар, бейнероликте көргендеріңіздей, әрбір тамақтан кейін тісті шайып тазалау қажет. Тісті 2 рет таңертең кешке тазалау керек. Тағамды дене температурасы деңгейінде қабылдау қажет. Қызыл иекті күту керек. Тіс дәрігеріне жиі тексерту қажет. Оқушылар, бүгінгі сабақты қаншалықты меңгергенімізді тексеру үшін келесі тапсырманы орындайық. Тіс типтері көрсетілген суретке назар аударыңыз. Тіс типтерінің атауын жазыңыз. Суретте көрсетілген тіс типтерінің қызметін сипаттаңыз. Тісті күтудің кем дегенде 2-3 ережесін ұсыныңыз. Оқушылар, тапсырма жауабын бірге тексерейік. Тістің типтері көрсетілген суретте бірінші кіреуке тіс, сойдақ тіс, кіші азу тіс және үлкен азу тіс. Екінші суретте көрсетілген тіс типтерінің қызметін сипаттау қажет. Күрек тістердің қызметі тамақты кесу, үзу үшін пайдаланылады. Сойдақ тістердің қызметі тамақты жұлу үшін пайдаланылады. Кіші азу тістердің қызметі ұсату және кесу үшін пайдаланылады. Үлкен азу тістердің қызметі үгіту үшін пайдаланылады. Тісті күтудің 2-3 ережелері. Әрбір тамақтан кейін тісті шайып тазалау. Тісті 2 рет таңертең кешке тазалау. Тағамды дене температурасы деңгейінде қабылдау. Қызыл иекті күту. Тіс дәрігерлеріне жиі тексерту. Оқушылар, бүгінгі сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Олай болса, бағалау дескрипторы арқылы қажетті пункттерді белгілеп, мұғаліммен кері байланыс жасауды ұмытпайық. Сау болыңыздар.